Захарованың Қазақстандағы ұлтшылдық көріністері туралы кейбір сараптамалық пікірлерге қатысты бақ сауалына берген жауабы. Сұрақ: бір ресейлік бақ Қазақстандағы ұлтшылдық көріністер мен ұлттық мифология туралы тезистерді жариялады. Ресми Мәскеудің көзқарастары ұқсас па? М.В. Захарова: сенімді одақтастар және стратегиялық әріптестер Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасы егемендік, тәуелсіздік және аумақтық тұтастықты өзара құрметтеуге негізделген. Мәскеу Қазақстан басшылығының көп ұлтты қоғамында үйлесімді қарым-қатынастарды қалыптастыруға, ел тарихына жауапкершілікпен қарауға және осы ауқымда бізбен сындарлы саясаттанбаған диалогты ілгерілетуге бағытталған мәселелерін қолдайды. Бұл екі жақты байланыстардың барлық спектрінің прогрессивті дамуына ықпал етеді деп есептейміз. Тиісінше, ресейлік қазақстандық қатынастарға қатысты кез келген басқа түсіндірулер немесе бағалаулар